Сариева Гүлайым Елбасықызы Түркістан облысы Шардара ауданы Қасым Аманжолов атындағы жалпы білім беретін мектептің математика пәнінің мұғалімімін. Менің педагогикалық идеяның тақырыбы қаржылық сауаттылық және математикалық есептеулерді кіріктіру. Бұл педагогикалық идея оқушылардың қаржылық сауаттылық және математикалық есептеу дағдыларын нақты өмірлік жағдаяттар негізінде қатар дамытуға бағытталды. Жобалық оқыту тәсілі мен практикалық есептеулерді біріктіру арқылы оқушылар сметалық есеп, пайыздық талдау, үнемдеу стратегиясы, баға салыстыру және бюджет жоспарлау секілді дағдыларды меңгереді. Цифрлық құралдарды қолдану арқылы оқу үрдісі интерактивті, көрнекі және функционалды түрде ұйымдастырылады. Оқушыларды 2-3 күн бұрын 4 топқа бөліп, әр топқа қаржылық сауаттылық пен сыни ойлауды дамытуға арналған нақты және өмірмен байланысты тапсырма беріледі. Әр топқа кеңсе тауар жиынтықтары ұсынылады. Мысалы, 1-ші топ жоғары сапалы бірақ қымбат мектеп құралдары, 2-ші топ орташа сапалы бірақ арзан құралдар, 3-ші топ жиі қолданылатын орташа бағамен бірақ сәнді құралдар, 4-ші топ онлайн сатып алу нұсқасы. Топ міндеттері: өз таңдауларын қаржылық дәлелмен қорғау, басқа топтармен салыстыру, тауардың бағасы, сапасы, ұзақ мерзімді тиімділігін талдау. Сабақ алдындағы зерттеу жұмысы жоспары құрылды. 1-ші топ сапа басты орында, зерттеу мақсаты сапалы тауарлардың бағасы мен ұзақ мерзімді тиімділігін анықтау. 2-ші топ бюджетке тиімді тобы, зерттеу мақсаты арзан тауардың тиімділігін есептеу. 3-ші топ сән мен тренд, зерттеу мақсаты сән мен мотивацияның оқуға әсерін зерттеу. 4-ші топ онлайн үнем, зерттеу мақсаты интернет арқылы сатып алудың тиімділігін дәлелдеу. Сабағымыздың тақырыбы мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару. Оқыту мақсаты пайызға берілген есептерді пропорция арқылы шешу. Сабақтың мақсаты пайыз және пропорцияға байланысты өмірлік жағдайлар арқылы түсінеді, қолдану. Пайызға берілген есептерді пропорция арқылы шешеді, қаржылық шешімді дәлелмен қорғау және өз пікірін білдіреді. Саламатсыздар ма балалар? Балалар, біз бүгін қаржылық таңдауымызды математикалық дәлелмен қорғайтын боламыз. Әрбір пікір құнды, әрбір қате үйрену мүмкіндігі, сондықтан бір-бірімізді тыңдаймыз және дәлелмен сөйлейтін боламыз. Сәлем естілетін балалар. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл-күйімізді көтеріп, рухымызды арттыру. Ұяшықты таңдап, сөйлетіп өзі. Айтады. Бюджеттен ертеңінің кепілі. Жарайсың. Ал Иманғали жауап береді. Үнемдеген теңге, табылған теңге. Кім жауап береді? Сөзді жалғастырып келеді. Кішкентай жинақ үлкен мақсатқа жол. Жарайды. Осы келесі тапсырмамыз жылдар бойда тез жауап бер әдісі арқылы күйде қатысты ойын ойнаймыз. Әр топқа тапсырма беріледі. Өткен сабақ бойынша тапсырмалар соған жылдан белсенді жауап беретін болады. Жүздің 25% неше? 25. Рахмет, жарайсың. Статтың 20% 16. 16, жарайды. 150. Дұрыс. Оқушылар, сіздерге өткен сабақта тапсырма беруге болатын, бірнеше тауар жиынтықтары, яғни сөмке, қалам, дәптер, фломастер, үштағыш деген сияқты әрқайсымызға жаңағы бір топ сапақас орында деп қорғайды, бір топ бюджетке тиімді деп қорғаса, үшінші топ сәнді тауарларды, төртінші топ онлайн тауарлардың тиімділік жағын дәлелмен, неге сол тауарды таңдау қажет екенін дәлелмен көрсетіп беру қажет болады. Міне осыған дайындықтарыңызды, жұмыстарыңызды бізге көрсетсеңіз еді. Ал бірінші топ бізде сапа басты орында. Біздің топтың атауы сапа басты орында. Біз сапалы тауарды таңдадық, олар ұзақ мерзімге жетеді және уақыт өте келе тиімді болады. Біз таңдаған эргобак сөмкесі 3 жылға дейін жетеді. Оның бағасы 27 мың теңге. Пилот қаламы сапалы сиясымен жақсы жазады, ол да ұзақ мерзімді талап етеді. Қалың қабалы дәптер 96 бет 1200 теңге. Фломастер стиклер 12 түсті 10 мың теңге. Металл корпус үштағыш 100 теңге. Қорытынды біз сақтаған бұл қымбат заттар ақшаны құрту емес, уақыты мен сапаны үнемдеу. Біз бюджетке тиімді тобы. Біздің ұстанымымыз ең бастысы қажеттілікті қанағаттандыру және артық шығын жасамау. Біз таңдаған заттардың жалпы құны 8130 теңге. Барлық қажетті заттар бар. Сөмке, жеңіл маталы, ыңғайлы 7000 теңге. Офик пен қаламы
күнделікті қолдануға арналған 200 теңге, қарапайым 12 беттік дәптер 150 теңге, Simple маркер 12 түсті қалама 700 теңге, пластик ұштағыш 80 теңге, пластик ұштағыш 80 теңге. Біз арзан заттарды бекер алмаймыз. Арзан заттарды күнделікті алыштырып тұру бұл ыңғайлы. Себебі, мысалы, арзан дәптерлер де жазуға жарамды. Ал үнемделген ақшаңды басқа маңызды нәрселерге жұмсауға болады. Ақшаны үнемді пайдалану бұл ақылды шешім. Біз сәнмен тобы, біздің ойымызша оқу құралдары тек пайдалы емес, әдемі де болу керек. Мысалы, сәнді сөмке мен түрлі түсті қарандаштар оқу процесін қызықтырақ етеді. Әдемі дәптер жазуға деген ниетті арттырады. Біздің таңдаулардың жалпы құны 20.100 теңге. Оларға сәнді сөмке 15.000 теңге, пастель дизайн қаламы 1000 теңге, суретті дәптер 500 теңге, фломастерлер 15 түсті 3000 теңге, декорлы ұштағыш стилді аксессуар 600 теңге. Бірақ бұлар тек зат емес, мотивация мен көңіл күй. Біз үшін оқу тек міндет емес, сонымен қатар стиль мен өзін көрсету тәсілі. Қорытынды, сән мен оқу үйлесе жақсырақ болар еді. Енді бір-бірімізге топтар сұрақ қоямыз. Сана басты орында бюджетке тиіміз тобына сұрақ қояды. Басты орында кім сұрақ қояды? Арзан затты ауыстырып отырса, ұзақ мерзімде ол үнем бола ма, әлде шығын бола ма? Сапасы жеткілікті деңгейдегі заттарды таңдаймыз. Мақсатымыз қажеттілікті қанағаттандыру мен артық шығын жасамау. Мысалы, қалам мен дәптерді олар 100 теңгеліктен тұтынатын заттарымыз. Сондықтан біз олардың қымбат емес, бірақ үнемдісін таңдау бұл шынайы үнем болады. Әдемілік емес, ол мотивация көзі еді. Тапсырмалар бойынша қатысқан оқушыларды. Ал оқушылар енді жаңағы өздерінің таңдаған сөмкелерін бар. Сөмкеге байланысты есеп беретін болады өздерінің таңдаған сөмкелері. Яғни сол берілген сөмкелері, өздерінің таңдаған сөмкелері 10%-ға арзандаса қанша теңге болады? Кім жауап береді? 10%-ға арзандаса кім жауап береді? 27.000 Сол сөмкелері 12%-ға қымбаттаса қанша теңге болады? 12%-ы 3200 шығады, оны қосқанда 30.200 шығады, 12%-ы. Сөмкенің бағасын алып, солардың біреуін 20, екіншісін 15, үшіншісін 5%-ға жеңіл болған кезде неше теңге үнемдейсіңдер, соны есептеп шығарамыз. Көп болса, берілген жұмыстарыңызды таныстырыңыздар. Бірінші 15.000 теңгені 100% деп алдық. Біз енді оның 20%-ын табуымыз керекпіз. 15.000-ді 20-ға көбейтіп, оны 100-ге бөлдік. Тең 3.000 теңге. 15.000-нан 3.000 теңгені азайтсақ, 12.000 теңге. 9.800 тең 100%. Енді біз оның 15%-ын табуымыз керекпіз. 9.800-ді 15-ге көбейтіп, оны 100-ге бөлеміз. Тең 1470 теңге. 9.800-дан азайтамыз, 1470 теңгені тең 8.330 теңге. 7.000 тең 100%. Енді оның біз 5%-ын табуымыз керекпіз. 7.000 көбейтілген 5 бөлінген 100 тең 350. 7.000 азайтылған 350 тең 6650. Енді барлық сөмкенің бағасын қосамыз. 15.000 қосылған 9.800 қосылған 7.000 тең 31.800 теңге. Енді үнемдеген ақшаны табамыз. 31.800 азайтылған жақша ішінде 12.000 қосылған 8.330 қосылған 6.650. Жауабы 4.820 теңге. Біз жалпы осы сабақтан алған әсерімізді не білдік, өзіміздің ойымызды бір ауыз сөзбен кері байланыс ретінде парник тақтасына жазамыз. Телефондарыңызды алып кесіп, содан бір ауыз сөзбен жазыңыз. Тапсырма сіздерге енді келесі. Үйде ата-анаңызбен бірге бір аптаға азық-түлік бюджеттің жоспарын жасап көрсетесіздер. Тапсырмаға.